Ал енді мына датчик освещенности қалай настраивать етеді, қалай жұмыс істейді, сол туралы айта кетейін. Әр датчиктің ішінде, мындай датчиктің ішінде, мына жерде міне мына змейка сияқты тұр ғой, мына жерде тура тырнағым үстінде. Сол датчик освещенности. Ол жарықтықтың деңгейін оқып тұрады. Вообще, қалай жұмыс істейді ол датчик освещенности біздің жаңағы настройка жасаған кезде? Біз калибровканы жасаған кезде сол сәтте мына датчикке қанша жарық түсіп тұр, соны ол есіне сақтап қалады. Содан кейін ол жарықтықтан сәл мына помещение ішінде жарық көбейсе, ол мына контроллерға команда жіберуді тоқтатады. Содан кейін мына дежурка өшеді. Егер де сол есіне сақтаған жарықтан кішкене қараңғылау болса помещение ішінде, онда ол қайтадан контроллерға сигнал жіберіп бастайды, сол кезде дежурка қосылады. Оның принцип жұмыс жасауы сондай. Ал енді біз оны қалай қолданамыз? Мысалы, объектке келген кезде, сіздер жаңағы обычно клиенттер айтады, заказчиктер, хозяиндар айтады, біз тек қана лестница түнде жұмыс істесе екен деп қалаймыз дейді. Ондай болса, сіз объектке жаңағы кешкісін барасыз, 7, 8, 9-да, қараңғы далада қараңғы отқан кезде. Содан кейін мына помещениеда, мысалы лестница тұрған помещение деп ойлайық, люстраны қосасыздар и жаңа клиенттен сұрайсыздар. Мына люстраны, допустим, кейде болады, 2 люстра болады жаңа неде, или стенада бір болады, тағы потолокта люстра болады. Соны сұрайсыздар. Мына 2 лампочка қосып тұрған кезде, мына брамен люстра қосып тұрған кезде, мына дежурка жанып тұрсын ба, или жанып тұрмасын ба, то есть мына лестница істесін ба, істемесін ба подсветка деп. Ол солай десе, значит, сіздер аласыздар да, жаңағы сол браны қосасыздар, аспандағы люстраны қосасыздар, и сол 2 светті қосып қойып, мына калибровканы жасайсыздар. Сол 2 светтің жарықтығының деңгейін ол есіне сақтайды. Ал егер де коридорда тағы да, подъезде тағы да 3-ші люстра болса, сіздер калибровка жасаған кезде жаңағы ол қосып тұрмаса, ертең сол 3-ші люстраны қосқан кезде, түнде 3 люстраны бірге қосқан кезде, помещениеде жарықтың деңгейі көбейеді ғой. Мына калибровка жасаған моменттен ол көбірек болады. Сол кезде мынау уже өшіп қалады. Бұның жұмыс жасау принципі солай. Тағы да қайталап өтейін. Біз помещениеда қандай жарықтықта мына дежурка қосу керек екенін клиентпен ақылдасып аламыз. Сол жарықтықты создавать етеміз помещениеде. Создавать еткен жаңағы люстраны, бір люстраны қосамыз, екінші люстраны өшіреміз дегендей. И калибровканы жасаймыз. Именно сол деңгейді ол есіне сақтап қалады. Содан кейін сол деңгейден қараңғылау болған кезде мынаны қосады, ал жарықтау болған кезде мынаны өшіреді. То есть, мысалы, мен қазір калибровканы жасасам, мына фоторегистрға жаңа датчикке жарық түсіп тұр ғой, көріп тұрсыздар. Ол осы деңгейді есіне сақтап қалады. Егер де мен мына телефонға түсіріп отырмын, телефонмен мысалы қазір көлеңке жасадым. Осы сәтте калибровка жасасам, ол мына көлеңке түсіп тұрған деңгейді ғана есептейді, есіне сақтап қалады, то есть. И ол өте маңызды нәрсе. Сіздер калибровка жасаған кезде датчикке көлеңке жасамауыңыз керексіздер. Датчиктің алдында ешкім жүрмеу керек. Ол бірінші момент. Датчик калибровка освещенности жасатқан кезде датчикке көлеңке жасау немесе фонарикпен светить ету нежелательно. Өйткені сіздің жаңағы жарықтығыңыздың деңгейі өзгеріп кетеді. Екінші момент. Датчик стенада нақты орнатылып тұру керек, ол қимылдамау керек. Стенада орнатылып тұру керек. Үшінші момент. Мына дежурный ступень. Жай сәтте, мысалы, мына датчиктер стенада қабырғада тұрады, и оның астында, жанында алыстамай мына дежурка тұрады. Осы дежурка қосылып тұру керек. Ал мына қалған ступендердің бәрі өшіп тұру керек. Именно калибровка жасаған кезде. То есть датчикқа активация бермеу керек. Егер сіз калибровка жасап жатып, датчикті бүйтіп қосып жіберсеңіз подсветканы, осының деңгейін мына оқып алады да, содан кейін мына өшкен кезде уже дұрыс істемейді. Одан кейін келесі момент. Жаңағы помещениеда люстра, қандай люстра қосылып тұру керек, қандай люстра өшіп тұру керек, соның бәрін дайындап аласыз. Одан кейін тағы бір момент. Мына калибровканы запускать ету үшін сізге датчиктен қазір көрсетемін қалай істеу керек екенін. Запускать ету үшін сізде мына блок питания контроллер, бүкіл датчиктер контроллер қосылып тұр ғой.
бүкіл системаға блок питания қосқанда 5 минут өтпеу керек. Егер де 5 минут өтіп кетсе, сіздің мына калибровка кіретін алгоритм істемейді, ол защита. 5 минут өтпеу керек. 5 минут өтіп кетсе, жаңа блок питания ұшып қайтадан қосасыздар. Осы маңызды нәрселер қалай алдымен калибровка жасаған алдында қалай дайындалу керек. Ал енді қазір қалай кнопканы басу керек, қалай не істеу керек екенін көрсетемін. Ал мен мына контроллерімді қайтадан перезапускать еттім, блок питания жаңадан қостым. Блок питания қосқан кезде мына контроллерда ішінде жаңа лампочка бір рет жанып өшеді. Дәл қосқан сәтте бір рет жанып өшеді. Ол жаңа индикатор солай бір рет жанып өшсе, жаңа контроллер мына, то есть мына датчик мына осы контроллермен жұмыс жасайтын режимде тұр деген сөз. Датчиктің режимдері көп қой. Мысалы 2 рет моргать етсе, ол режим реле деген сөз. Ол сізге келмейді. Именно блок питания қосқан кезде бір рет моргать ету керек. Ары қарай не істейміз? Біз мына кнопканы бір рет басамыз. Кнопка бар, басып. Бір рет басамыз, ұстап тұрамыз. Мына жерде светодиод жанады ішінде. Жанған моментте өшіреміз. Ой, то есть жібереміз кнопканы. Жібердік. Моргать еткенде басып қалуымыз керекпіз. 3 секунд моргать етіп тұрады. Егер басып үлгермесеңіз, ничего страшного, ол жаңа перезапускать етеді, қайтадан істейсіздер. Ол защита. То есть сіз случайно мына настройкаға кіріп кетіп, жаңа шынындегі настройкаңызды бұрыс жасамау үшін жасалған алгоритм защита. Қайтадан көрсетемін. Кнопканы басасыз, ұстап тұрасыз 5 секунд. Ішінде лампочка жанған кезде кнопканы жібересіз. Тез моргать етіп тұрған, тағы бір басу үлгеруіңіз керексіз. Сол кезде сіз менюға кіресіз. Так, мен баспадым, қазір тағы да көрсетеміз. Үшінші рет міне кіреміз қазір. Басып таптырмыз. 5 секунд. Лампочка жанында жібердік и басып қалдық. Енді міне моргать етіп бастады. Бірінші моргание кетті. Ештеңе істемей санаймыз. Екінші моргание. Үшінші моргание. Бізге 6 моргание керек. Төртінші моргание. Бесінші моргание. Алтыншы моргание жанған кезде басамыз. Демек, өстіп калибровканы запускать етеміз. Енді міне 10 рет моргать етеді. Калибровка жасап жатыр жарықтықтың. Осы кезде біз мынаның алдында жүрмеуіміз керекпіз. Көлеңке жасамауымыз керекпіз. Және фонарикпен свет етпеуіміз керекпіз. 10 рет моргать еткеннен кейін тез моргать етеді, калибровка бітті деген сөз. Болды, бітті. Калибровканың алгоритмі осындай, қалай жасау керек екен. Ал енді мына бізде Home контроллер 2 датчикпен істейді ғой. 2 датчик освещенностьмен ол екеуін бірге оқиды. Pro контроллерде сіз тек қана біреусін ғана таңдай аласыз. Home контроллерде сіздер таңдай алмайсыздар. Демек, сізге 2 датчик освещенностьді настройка жасау керек. То есть, мысалы, мына бірінші этажда тұрса, мына екінші этажда тұрса, әр этаждың өзінің жаңағы жарықтығының деңгейін қойып аласыздар. Люстраларын жағып, өшіріп, қай сәтте қалай команда беру керек екенін. То есть, қай сәтте қалай ол жаңағы дежурканы жағу керек, немесе өшіру керек деген. Содан кейін датчиктерді кезек настраивать етесіз. Алдымен төменгісін істейсіз, содан кейін үстіңгісін істейсіз. Содан кейін оны тексерер кезде, тексеру үшін 2 этажда да, бірінші этажда да және екінші этажда да жаңа калибровка жасаған деңгейден жарықтықты көбейтуіміз керексіз. То есть тағы да дополнительный люстра қосасыздар, немесе фонарикпен мына 2 датчикке свет етіп тұрасыздар. Сол кезде 10 секундта дежурка өшіру керек. Сөйтіп тексересіздер. Егер де калибровка жасағаннан кейін мына датчиктерге, мысалы, фонарикпен свет етіп тұрған кезде 10-15-20 секундта мына өшпесе дежурка, онда калибровка дұрыс жасалынбады деген сөз. Онда қайта жасайсыздар. Тағы бір маңызды момент. Егер де сіз жаңа датчиктің калибровкасын жасап жатып, шатасып қалсаңыз, жаңа дұрыс баспай, дұрыс санамай, содан датчик что-то непонятно қосылған кезде жаңа бірінші моргание болмайды, немесе тағы бірдеңке болып жатса, в общем, шатасып болып жатсаңыздар, мынаны заводской настройкаға түсіретін алгоритм бар. Ол үшін мына кнопканы басасыз, 10 секунд ұстап тұрасыз, жібермей. Бастық, ұстап тұрмыз. 5 секундтан лампочка жанады. Тағы 5 секунд ұстаймыз. 1,
2, 3, 4, 5. В общем 10 секунд ұстадық. Жібердік. Марға еткенде сразу басып жібереміз. Болды. Өстіп, датчикті заводской режимға қайтадан түсіреміз настройкаларын. Бұдан кейін қайтадан калибровканы жасайсыздар. Өстіп, заводской настройка түсірген кезде настройканың бәрі слетать етіп кетеді. То есть режим реле, анау бәрін неше настройка қойып алсаңыздар, бәрі обновляться етеді. По умолчанию мынау сол контроллер хоуммен істейтін, Home Pro контроллермен істейтін режимға түседі. И жаңа освещенность датчиктің деңгейі, сіз жасаған калибровка, ол сбрасываться етіледі. То есть по умолчанию бәрі нольға түседі. Бұндай по умолчанию кезде датчик контроллерға жаңа дежуканы қосу деген команданы күн-түн жібере береді. То есть мына дежук өшіп қалмасын деп. Тағы бұл момент, егер де сіздердің клиенттер случайно 10 секунд басып тұрып, жаңа случайно заводской сброс жасап жіберсе, сіздердің жаңа жасаған калибровканың деңгейі обновляться етеді, отменяться етеді. Осыны клиенттерге ескертіп қойсаңыздар дұрыс болады.